Айнаш Қасымқызы Шығыс Қазақстан облысындағы Самар ауданының Бастаушы ауылында дүниеге келген. 1991 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі шығыстану факультетінің парсы филологиясы мамандығына оқуға түсіп, 1996 жылы үздік бітірді. 1998 жылы еңбек жолын Абылайхан атындағы Әлем тілдері және халықаралық қатынастар университетінің Таяу Шығыс елдері кафедрасында парсы тілінің оқытушысы болып бастады. 2011-2000 жылдар аралығында Тегеран қаласындағы Иран телерадио бірлестігі шетелдік қызмет торабындағы Қазақ радиосының редакторы болып қызмет істеді. Айнаш Қасым жазушы Оралхан Бөкейдің Қасқыр ұлыған түнде және 5 тиын атты шығармаларын парсы тіліне аударған тұңғыш әдеби көркем аудармашы екені біз үшін мақтаныш. Сонымен бірге Соқыр байғыз, Иран өнерінің тарихы, Тәбәри тарихы, Зүмірет, Жарық жұлдыз, Әулиелер шежіресі, тағы басқа жиыны 20-дан аса тарихи ғылыми кітапты парсы тілінен тікелей қазақ тіліне аударды. Тағы да Иран жазушыларының 14 көркем шығармасын ана тілімізде сөйлетіп, Іңкәрлік атты жинақ шығарды. Абай поэзиясындағы шығыстық сарындар атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап, Абай және парсы әдебиеті атты монография жазды. Қазақстан, Иран және қазақ-парсы әдеби байланыстары туралы қазақ, парсы, орыс тілдерінде 70-тен астам ғылыми танымдық және публицистикалық мақаласы жарық көрді. Шығыстанушы филолог, әдебиеттанушы, парсы тілінің аудармашысы, қаламгер, филология ғылымының кандидаты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Айнаш Қасым қазақ әдебиетін жаһан жұртына паш етіп, әлі талай ғылыми еңбектер жазатынына бек сенеміз. Парсы әдебиетін түпнұсқадан тікелей қазақ тіліне аударып, Бұқараға жеткізген парсы тілі мен әдебиетінің білікті маманы және Алтайдай асқақ тұлға Оралхан Бөкей шығармаларын парсы еліне тұңғыш танытқан әдеби көркем аудармашы, болашақ ғалым Айнаш Қасымды біз мақтан тұтамыз.